Нәлеті милициялар адам қамайтын тамға шөп емес, көрпе төсеп тасса ғой деп Сүлеймен таулық нұсқаған бұрышқа жантайды. Шөп үстіне шалқала жайғасқан соң, ана екеуінен не үшін қамалғандарын сұрады. Олар базарда ұрлық істегендерін айтты. Айтыстарына қарағанда істеген ұрлықтары түкке тұрғысыз. Бір кемпірдің сатып тұрған алашасын ұрлаған. Алаша ұрлап күн көрмей-ақ қойсаңдар не етті? Уа, әка, сол күні қолымызға одан басқа ілгері ештеңе болмады да. Жауаптары осы болды. Одан кейін де талай әңгімелердің басын қайырып, үшеуі кешті батырды. Кеш батқасының үстеріндегі жеңіл шапандарын қымтанып, ұйқыға кірісті. Бір кезде есік сыртында дүңк-дүңк деп басылған аяқ дыбысы ұйқыдан оятып жіберді. Артынша бұлар жатқан бөлменің есігі ашылды. Кешегі қамалған кісі. Атың кім еді сенің? Сүлеймен бе? Шық бері. Сүлеймен басын көтерді. Есік алдында екі милиция тұр. Азанымен тергейін дедіңдер ме? Тергеуге емес. Бір кісілер күтіп отыр сені. Талыстай болмай тұрсаңшы тезірек. Ақсаңдай басып милициялардың соңынан ерді. Сыртқа шығар есіктің жанындағы бөлме тұсында келгенде аналар тоқтады. Мына жаққа кіріңіз. Сүлеймен олар нұсқаған бөлмеге кірсе, үстел басында бір-біріне қарама-қарсы қарап, екі кісі отыр екен. Бірі кешегі өзін алып келген милиция бастығы да, екіншісі қара сұр жүзді, тікірейген мұртты, төртпақ келген бір қазақ. Екеуі де орындарынан тұрып қол алды. Бастық кешегідей қаһарлы емес, түсі жылы, күлімсіреп тұр. Соған қарағанда мына қазақ одан үлкен дөкей болса керек. Сүлеймен деген сен бе? Пах, біздің қазақтың осындай пілдей жігіттері бар-ау. Қалай сен Қаджар? Осындай нар тұлғалы жігітті көзін қиып қамауға жаппақсың? Кел отыр Сүлеймен қасымызға. Әңгімеңді тыңдайықшы. Мұнда қалай түскеніңді өз аузыңнан естейін, деді қазақ. Айтпақшы, менің атым Мамаджан. Атыңды бір жерден естіген сияқтымын. Естісең естіген шығарсың. Мені күллі Ташкент таниды. Иә, әңгіме ондай емес. Одан да менің сауалыма жауап бер. Сүлеймен базарда болған жайттың бәрін айтты. Мамажан бәрін үнсіз тыңдап, бастыққа бұрылды. Менің естігенімнің бәрі рас екен. Сен алдымен базардағы бандылардың бұзақылығын тиіп алсайшы. Түсінуімше бұның түк кінәсі жоқ. Қайта бұл жапа шегуші. Дәл қазір босат мұны. Өзімен бірге ала кетемін. Құп, Мамажан әка, құп. Сіз айтсаңыз болды деп бастығы иілді. Мамажан екеуіне жалтақ-жалтақ қарап, түкке түсінбей отырған Сүлейменге көзін қысты. Көрдің бе? Сенің түк кінәң жоқ болса да, мыналар сені қамап қойыпты. Шеттен келген қазақ деп басынғанда. Солай ма, Қаджар? Жоқ, әка. Төбелесті осы шығарған екен деп қателесіп қалдық та. Ғапу еткейсіз енді. Мамажан әка деп анау жағымпазданып өліп барады. Аяғыңның пышақ кірген жері ауыра ма? Сен Қаджар ауыра ма дегенің не? Докторыңды шақырып, жарақатын тазалатып таңдырып бер. Содан кейін күймеңді шақырт. Бізді үйге апарып тастасын. Далаға шығып Сүлеймен Мамаджанмен қатар жайғасқанда күйме бір шетіне қисайды. Тух, салмағың қанша өзіңнің? Оны кім өлшепті дейсің? Одан да мені қайда апаратыңды айтсайшы. Біздің үйге барамыз. Үйде сен секілді біраз мықтылар отыр. Солармен таныстырамын. Мені олармен төбелестірмекпісің? Жөніңді айта отырсайшы. Милициядан не үшін босатып алдың? Екеуміз бір-бірімізді танымаймыз да ғой. Сен жайында Төребек пен Қарынтайдан естіттім. Батыр екеніңді білген соң босатып алайын дедім. Жалпы мен сен туралы көп білем. Бәрекелді. Базардағы бұзықтардың шат-шәлекейін шығарыпсың. Өзіңді көрмесем де сыртыңнан сол тірлігіңе риза болып қалдым. Біле білсең, қазақта сен сияқты жігіттер аз. Ал мұндай жігіттерді сақтау ләзім. Ниетіңе рахмет. Бірақ атыңды білгенім ғана болмаса өзің жайында бейхабармын. Өкіметтің қандай шен-шекпенді адамсың. Оған біраз қызмет еткенмін. Әлі де етемін. Ашығын айтқанда осында кеңестің сауда-саттық басқармасы бар.
сонда іс атқарамын. Ал мұны милициялармен жақсы қарым-қатынаста едім. Соның арқасында ғой, өзіңді ол тамақтан алып шыққаным. Сүлейменнің есіне Төребектің әнеугүні осы Мамажан туралы айтқаны түсті. Ол мұны күллі Ташкеннің жарым патшасындай етіп әңгімелеп еді. Оның сөзі Ташкеннің ең басты ұлығынан бастап төменгі кішігіне дейін өтеді деп еді. Төребектің сөзі расау. Мамажанның мына маңғаз, хам, сұп-сұр, суық жүзі мен екпіндеп шығатын дауылдай үні соны айқындап тұрғандай. Мен жайында кеңірек білгің келсе, үйдегі кісілерден естірсің, деді Мамажан, күйме лайсаң бір көшеге түскен кезде. Ал тегімді сұрайтын болсаң, Қоңырат деген елденмін. Сыр жағасындағы жалғыз көді деген жерде тұрғанбыз. Жасым 38-де. Менен 4 жас үлкен екенсің. Мен өзіммен қатырма деп келе жатыр едім. Сен дегеніме айып етпе. Енді мені қайда орналастырма қойың бар. Мен дегенің үй күйсіз жүрген жанмын. Ол жайын үйге барған соң қозғайық. Қосат жегілген күйме табаны былжырап жатқан көшені бойлай жүріп, қам қышпен соғылған ұзын дуалды үйге келіп тоқтады. Мына үй ілкіде Сарттың бір байпатшасынікі болған екен. Кеңес орнағаннан кейін өкімет алып берді. Жоқ, менен бұрын рабкомның төрағасы тұрған. Төрағадан кейін кеңестің талай ұлықтары бұл үйге таласты. Алайда олардан басым түсіп мен иелендім. Сүлеймен ішке енгенде көзіне зәулім сарайдай үй түсті. Үй болғанда да сыртының бәрі күйдірілген қызыл кірпіштен салынған әсем там. Есік алдындағы бастырмасының ұстындары мен пароз ағаштары оюланып жасалынған. Терезелері де үлкен. Бір бұрышта қара былғарымен қапталған пәуеске тұр. Оның ар жағында 4 ат байлаулы. Мұндай сән салтанаты келіскен үйді Сүлеймен өмірінде көрген емес. Үйге жақындағанда иығына шашы ілінген, қолында құманы мен шылапшыны бар ілмеген Сарт алдынан шықты. Кісілер үйде отырма, деді Мамажан, қолын жуып жатып. Иә, қожайын, үйде. Сүлеймен қолын жуып болғанда үйден 3 кісі шықты. Екеуі орта бойлы, бірақ иықтары жалпақ, бастары қазандай. Ал біреуінің бойы ұзын, әрі сүйекті, көздері от шашып тұр. От шашқаны былай тұрсын тіпті зәрдей екен. Екі жаққа ширатылған мұртының ұштары жоғары көтерілген. Алдымен Сүлейменмен сол амандасты. Саусақтары ұзын, салалы болғанымен тастай қатты. Жалпақ алақандары күс-күспе, әйтеуір бұдыр-бұдыр темір сияқты. Одан кейін қол бергеннің екеуі де осал адамдар емес сияқты. Жүздерінде қан сөл жоқ, қатқыл. Амандасып болсаңдар ішке кірейік, сосын танысарсыңдар. Бәрі кіреберіс айуаннан өтіп кең бөлмеге кірді. Бөлме іші жасаулы. 4 бұрышта қалың көрпешелер жаюлы. Қонақ төрге шық. Қатарласа жайғасқан соң манағысар дастархан жайып, шай әкелді. Шай құюды Мамажан өз қолына алды. Ал Сүлеймен, мына жігіттерді саған таныстырайын. Өзіңнің жаныңа отырғанның аты Қараман. Келестегі Шаншықылы. Қазір сонау Аралдағы барса келмес деген жерде айдауда жүр. Бірақ оқтын жасырын түрде елге соғып тұрады. Дегенмен әр келісі онша жасырында емес. Бұл жөнінде кейінірек. Естуімше жұрт өзіңді Сүлеймен Қарақшы дейді екен ғой. Ал мұны Ташкен жұрты Қараман Қарақшы дейді. Анау көздерін көрмейсің бе? Ашулы бөрінің көздерінде шоқ шашып тұр. Ал мынау Абдан, шын аты Парқат. Солай ма еді Парқат? Ол өзіңнің туысың, тау жақтан. Баяғыда семіздіктен жүре алмай жатып қалса да, 13 жыл ел билеген Оймауыт Тұрта деген датқаны естуің бар шығар. Содан Ағабек туған. Ағабекте көп жыл болыс болған. Парқат сол Ағабектің 2-ші баласы. Мұны тау барысына да, қамыс жол барысына да, тоғай қабанына да теңесең болады. Жау жүрек, қанша таяқ жесе де қайтуды білмейді. Қалжыңмен айтсам бұл тұрғыда ол денесіне таяқ тиген сайын ісіне беретін борсық сияқты. Соққы дарымайды. Көп мақтап қойдым бе сені, Парқат? Онда сені қойып Парманқұлға көшейін. Парманқұл батырымыз Қоңырат. Ілкіде Алай тауында өзіңмен бірге басмашы болып, кейін Сібірге айдалған Аязбек пен Төрегелдің бұрынғы досы.
Ilгері де бәрі байлардың малын тонап, қарақшылықты бірге бастаған. Мұны да жұрт қарақшы дейді. Әлі күнге дейін өкіметтен қорықпай, көшеге шықса мылтығымен қылышын асынып жүреді. Осындай адамды көрген бе едің? Тоқтай тұр, Мамажан, тоқтай тұр. Осы Парманқұлды кеше ғана абақтыда жатыр деп естіп едім. Кеше шығарып алғам. Бұл түрмеге түсуден жалықпайды. Мен шығарып алудан жалықпаймын. Мамажан осыны айтып күлді. Оған қосыла бәрі күлісті. Одан кейінгі әңгімелері тіпті жарасып, төртеуі түн ауғанша отырды. Ойлары да, сөздері де бір жерден шықты. Жарыса сөйлесіп бір-бірлерінің өткен өмірлері жайында әбден қанығысты. Өкіметке құл болмай-ақ, нанымды тауып жеймін, деді Парманқұл. Мені ешкім өзіне тәуелді ете алмайды, деді Пархат. Қалыпқа сыймайтын адамдарымыз-ау. Бірақ кесілген жазамды өтемей маған тыныштық жоқ. Еркіндік бір қолыма тисе ғой, деді Қараман. Мен басыма үзеңгімен ұрған қаскөйдің сазайын бермей, еш тынбаймын, деді Сүлеймен. Сен, Парманқұл, құл болмай нан тапқың келсе, жөн-жосықсыз зорлыққа бара берме. Пархат, сен болсаң ұрлық атаулыға жолама. Онсыз да несібең мол адамсың. Ал Қараман, сені жер аударды дегені болмаса, өз еркің өзіңде. Артыққа кетіп тағы күйіп қалма. Сүлейменге келсем білмеймін, бұған не айтарымды. Алдымен жарақатыңды жазып ал. Осында жатып жазыл. Үй кең, бар жағдай бар. Қарап тұрсам өштескен адамның кек алмай қоймайтын жан екенсің. Мен тиіспе десем де тиісесің оларға. Ол сұмдарға да бір зауал керек. Жә, бүгінгі әңгімемізді осымен бітірейік. Қараман ертең Аралға қайтуы керек. Парманқұлға әзірше жұрт көзіне түсуге болмайды. Сүлейменнің жағдайы белгілі. Сондықтан да жатып демалайық. Қалғанын ертең көрерміз. Жарайды, Мамажан, әзірше сенің айтқаның болсын. Бағаналы бері сенен бір нәрсені сұраудың реті келмеді. Енді сұрайын. Осында барлық бұзықтар мен баскесерлерді Ашша алақанында, жұмса жұдырығында ұстап отыратын Бекаба деген жүйт бар екен ғой. Ол жайында не білесің? Оның бары рас. Бірақ соған өкіметтің де, мен деген мықты жігіттің де әлі жетпей қойды. Өзім оны көрген емеспін. Айтушылардың сөзіне қарағанда сұмдық адам дейді. Сол сұмдық адамның ажалына мен жетемін. Қайдам? Мамажан бір күрсініп, басын төмен салды. Ташкендегі қазақтардың ең атақты қарақшыларымен танысқан Сүлеймен бір апта бойы Мамажанның үйінде қонақтап, Тұрлыбай мен өзін үзеңгімен ұрған сартты қалай қолға түсіруді әбден жоспарлады. Жоспарларының көмекшісі Пархат. Күнде көшеге шығып жүріп, ол бір күні кешке Қаратайды ертіп келді. Ташкенге келе сала екі рет оңбай таяқ жеді. Бұл сені сорға батыратын шаһар болды-ау деймін, деді, амандасып болған соң. О, Парманқұл да осында екен ғой. Мамажан бәріңнің бастарыңды қосып, жүдә бағып жатыр екен-ау. Бір қарақшымызды Аралына аттандырып, үшеуміз жатырмыз ішіміз пысып. Мына Сүлейменді таяқтап кеткендерді таптың ба? Көрсетші тезірек. Іш пысқанға қолдарың қышығаны қосылып, Мамажанның үйіне сыймай отырмыз. Сен, Парманқұл, өзіңе лайықты жанды енді таптың. Қарақшылардан кек алғыларың келсе дайындалыңдар. Үзеңгі мен ұрғыш қаскөйдің, Тұрлыбайдың, қойшы негерік Сүлейменге қастандық жасағандардың бәрінің қай жерде тұратындықтарын әбден біліп алдым. Өш алуды қайсынан бастайсыңдар? Үзеңгі мен ұрғанның атын Жәлелдейін деп педің, алдымен соны тұзаққа түсірейік. Ал өткен базарда маған жабылып, пышақ ұрғандардың кімдер екенін біліп алдың ба? Жәлелдейінді көрсеткен Мұзаппар оларды да білетін болып шықты. Бәрін жұмсап отырған Тұрлыбай. Онда бұл не отырсымыз? Уақыт болса кеш түсті. Кеттік Жәлелдейіннің үйіне. Айтпақшы, ол қай жерде тұрады екен? Қарақамыстың бойындағы махаллада. Тұрлыбай да сол жақта тұрады. Жалпы оның көп бандысы бір-бірімен ауылдас. Мұзаппар да солардың іргесінде отыр. Мұзаппардың бізге қажет шамалы. Сол Жәлелдейінді алып сыртқа шақырып шық. Оған бір сылтау табарсың. Махалланың маңында қалтарыс-бұлтарыс жер бар ма, деді Сүлеймен, Мамажан сыйлаған 200-ді қанжарды қонышына сұғып жатып.
Махалла жағасын ну қамыс басқан өзенді бойлай орналасқан. Орылмаған, мал араламаған қамыс көлденең көзден жүдә әдемі жасырады. Соның арасына бір кіргізіп алсаңдар, ар жағын өздерің білесіңдер. Бұдан кейін біраз істерді тағы пысықтап алған төртеуі шаһардың батыс жағында Қарақамыс махалласына жол тартты. Көліктері қоса жегілген үлкен дөңгелекті қоқан арба. Ат айдаушының қызметін атқарған Парқат бұларды демнің арасында межелі жерге жеткізді. Арбаны махалланың бас жағына орналасқан Мұзаппардың үйінің ауласына қойды. Сүлеймен мен Парманқұлды көргенде Мұзаппар қорқыныштан дірілдеп әзер үн қатты. «Уа, куәлар, кімді таяқтасаңыздар да мені араластырмаңыздаршы. Бала шағам бар. Оларды мен көрсеткенімді Бекабай естіп қойса, үй ішімізбен бауыздап кетеді. Қорықпа, сені бұл іске араластырмаймыз», деді Парқат. «Жәлелдиндікі сенікінен кейінгі нешінші үй?» Мұзаппар үйлерді іштей санап күбірледі. 9-шы үй. «Бұл айтпаса да білем ғой», деді Қаратай. «Жақсы, біз келгенше аттармен арбаға қарай тұр». Жағасын қамыс басқан өзенмен ұзынан ұзақ созылған махалла арасын бірақ көше бөліп жатыр. Мұзаппардың үйінен шыққан төртеу бір-біріне жабыса салынған тамдарды санап келіп, 9-шыға келгенде тоқтады. Дуалдың ар жағынан шәуілдеген иттер үре бастады. «Біз дуал жағалай тұрайық. Жәлелдин шыққанда бізді бірден байқап қоймасын. Ал Қаратай, шақыр оны». Қаратай аласа дарбазаны қамшы сабымен дүңкілдетіп ұрды. Ар жақтан кім мәду?» деген дауыс шықты. «Жәлелдин, бір сәтке бері шығып кетші. Тұрлыбай жіберді», деді Қаратай. Тұрлыбайдың атын естіген анау атып шықты. «Не, жайшылық па?» «Жай тірлік болмай тұр ғой. Былайырақ жүріп анау кісілермен сөйлесші». «Ойыңда ештеңе жоқ, Жәлелдин», Қаратайдың соңынан ерді. «Қараңғыдан анық көрмей тұрмын. Бұрын екеуміз танысып едік өзі». Жәлелдин осылай дегені сол еді. Дуал түбінен шыға келген Сүлеймен оның басынан бір қойып, жерге былш еткізді. Одан соң бір аяғынан ұстап, қамыс арасына сүйреледі. Қамыстың қалыңдау тұсына келгенде сілкіп-сілкіп есін жидырды. Есін әрең жинаған Жәлелдин басын қысып біраз отырды. Айқайлайын деп әрекеттеніп еді, бірақ жан жағындағы төртеудің бәрібір өлтіріп қоятын білді ме, Сүлейменнің аяғын құшақ алады. «Кешіріңіз әка, айып менде. Сіз базардағы мен ұрған дәу емессіз бе?» «Құдай ақы, ұрам деп ұрғаным жоқ». Тұрлыбай әкам қоймады. «Ойбай, өлтіре көрмеңізші». Басын Сүлейменнің тобық тұсына тіреп, етпеттей жатқан ол еңкілдеп жылады. «Жылама хайуан, сырттан келіп ұруға батыр едің ғой. Осы үшін қазір мына басыңдағы миды ана өзіңге ағызып кетем». Сүлеймен басына бір тепті. Тепкі қатты болмаса да оңай тимеді білем. Жәлелдин тағы да талықсып қалғандай үн шығаруға әлі келмеді. Аздан соң жан бітіп қозғалақтады. Сүлеймен оның желкесін біреу ұстап тұрғызды да, қалай қинасам екен дегендей қолдарын жай бұрай бастады. «Сүлеймен, қоя тұр. Бұл бізге Тұрлыбайды шығарып берсін». Үкәм дұрыс айтады. Бәрін бастаған сол. Шығар десеңдер шығарып берейін. Тек өзімді аман қалдырыңдаршы». «Сен өйтіп бізді алдама. Оған бір жетіп алсаң бір қулықты ойлап қаша жөнелерсің. Айт, Тұрлыбайдың үйінде мылтық бар ма?» «Мылтығын білмеймін. Бірақ міне иманым, міне шыным. Алдарыңызға әкеп берем. Керек десеңіздер оны өзім ағырып берейін. Бүйтіп жәдігөйлік жасама. Мені сендей опазға сенеді деймісің? Одан да қалай шығаратыныңды айт. Сіздер бергі жақта тұрасыздар. Мен шақырып келем. Оттапсың. Біз сені ұстап тұрамыз. Сен айқайлап шақырасың. Басқа бірдеңе деп жүрсең, жон арқаңа қанжарды қадай саламын». «Бопты, өка, бопты». Төрт қарақшы алдарына Жәлелдинді салып, қамыс арасынан шықты. Азғантай жер жүрген соң Тұрлыбайдың үйі осы деп, Жәлелдин таспен қоршалған бір тамның тұсына тоқтады. «Расымен осы ма?» деп Сүлеймен Қаратайға қарады. «Осы. Біз ешкімді аямаймыз. Сатқындық жасағандарды айтам. Егер сөз арасында оған белгі беріп қойсаң, бала шағаңнан түк қалдырмаймыз», деді Парқат, әдейі ананы одан бетер қорқытып. «Қам жемеңіз, үка, қам жемеңіз. Айтқанымда тұрам».
Жәлелдин Тұрлыбайдың қақпасын өздеріне белгілі соққымен 4-5 мәрте тарсылдата ұрды. Қақпаның ар жағынан қатқыл үн естілді. Қайсың бұл? Тұрлыбай, ашу дарбазаны. Шаруа барю. Жәлелдинбісің? Ай, түннің жарында сенің десің бітпейді екен ау. Бекаба жәкемнен бір хабар келіп қалды ма? Шықсаңша, айтам кө. Шиқылдап қақпа ашылды. Сүлеймен еңкейін кіріп, Жәлелдинді паналап тұрған. Ана үшеуі сыртқа ашылған қақпаның тасасына тығылды. Айт, не болды? Әкеңнің болды. Мә сұмырай. Қақпадан жайбарақат шыққан Тұрлыбайды Сүлеймен осылайды бір соқты. Анау қақпаға жабысып барып сырғып жер құшты. Пархат, Жәлелдинді ұста. Мен мұны сүйретіп қамыс арасына апарайын. Сәл мезгілден соң Тұрлыбай мен Жәлелдин ну қамыстың арасында төртеуінің қоршауында отырды. Сөйле, Тұрлыбай. Баяғыда аяз түнде су ішінде қатып қалмай қалай аман шықтың? Бәрінен бұрын қасқырлар қалайша саған тиіспеді? Әй, бірақ сауал жауап алып отыратын менде уақыт жоқ. Тек мынаны түсіндір. Маған өзің тиіспей неге адамдарың жібересің? Тасадан тас ататын қорқақтың нағы өзі екенсің сен. Егер мен өзің төбелеске шығып, жеңсең, яки жеңілсең бәрін кешірер едім. Ал мен еш уақытта араға адам салып, қапияда бас салатын қорқақтарды кешірмеймін. Енді өлдім дей бер. Баяғыда аяз түнде мұздай өзенге батырып кеткенімде сау қалып ең. Бүгін тағы суға батырам. Бірақ сол кездегіде аяз болмаса да қазір өлесің. Жоқ, әлде Бекабаның алдына өзің ертіп барасың ба? Сұрашы менен, қандай айламен өлу оңай? Суға батып па, әлде басың қырқылып па? Ей, жауап бер маған. Тұрлыбайдың бет әлпетінде қандай өзгеріс бар екені қараңғылықтан көрінбейді. Бірақ іште ақырып, өкініп отырғаны даусыз. Сүлеймен бір нұқығанда жанындағы Жәлелдинге бас салды. Ақ сатқын, сен мақұлыққа баяғыдан сенбеуші едің деп, оны төмпештей берді. Ит ашуын тырнадан аладының кегіне салынған оның басына Сүлеймен гүрс еткізіп екі рет ұрды. Тұрлыбайдың миы аузына түсті. Оның шалқалай сұлағанын көрген Жәлелдин, өліп қалды ма? Өліп қалды ма? Енді мені өлтірмеңші деп зорлана жылады. Пархат Тұрлыбайды ары-бері аударыстырып көрді. Қазірше өлмепті. Талып қалған. Парманқұл Тұрлыбайдың білегін ұстап, тамырын соғысын байқады. Жалаң қолының өзі сойылды екен. Қап құдай-ай, жай ғана ұрған сияқты едім. Сүлеймен қатты күрсінді. Мұны естісе мамажан тамырымыз бекер бопты деп ренжитін шығар. Кім ренжісе де болар іс болды. Әй, Жәлелдин, неге сонша дірілдейсің? Тұрлыбайды сүйреп бар да, ана өзенге таста. Көрген жұрт суға батып өліпті десін. Пархат осыны айтуы мұң екен, Жәлелдин Тұрлыбайдың аяқтарынан сүйреп суға күмп еткізді. Су жағасынан бері қарай бұрыла бергенде, Парманқұл артынан бір теуіп, өзін өзенге батырды. Содан шашала жөтеліп, жағаға тырбанып шығайын деп еді, Пархат қамшымен басына салып жіберді. Арғы бетке жүзіп жете алсаң аман жібереміз. Ойбай әка, судың ортасы терең, жүзе алмаймын. Су мұздай. Суық түйіп өліп қалам ғой. Жәлелдин су ортасында дір-дір етіп осылайша қақсап тұр. Онда шық жағаға. Жәлелдин жағаға ұмтылды. Осы сәт Пархат маңдайынан бір теуіп, суға тағы шалқасынан түсірді. Мыналар судан шығармайды деп ойлады ма? Ол қақала-мақала ары қарай жүрді. Өзеннің қараңғы бетінен оның жай басып кетіп бара жатқаны бұларға анық көрініп тұрды. Бір кезде, ойбай, мына жер терең екен, өте алмаймын деп бақырып кері бұрылды. Бақырма сұмырай, біреу естіп қояды. Сөйлей бермей кел бері. Ол жиекке жақындап келген кезде, тоқта сол жерде деді Парманқұл. Судан шыққың келсе, бізге Бекабаның отырған жеріне ертіп барам деп уәде бер. Оның отырған жеріне мен кірген емеспін. Мені онда кіргізбейді. Беймарал кіретін Тұрлыбай еді ғой. Өтірік соқпа. Уәллахи шыным. Тұрлыбайдан басқа кім кіре алады онда? Достыр кіреді. Ол кім? Базарда милицияда істейді. Милицияның керек жоқ бізге. Басқа адамды айт.
Farhat, Бекабаны қоя тұр. Қаратай, Сүлейменге пышақ ұрғанның атын кім деп еді? Кәрімхан дейсің бе? Жәлелдин, бізге қазір Кәрімханды Тұрлыбайға ұқсатып, далаға шақыртып берсең судан шығарамыз, деді Парманқұл. Мақұл, кімді айтсаңдар да шақырып беремін. Төртеуі Жәлелдиннің киімдерінің суын сорғалатып, дірдектеткен күйі Кәрімханның үйінің алдына айдап келді. Тістері тістеріне тимей қалшылдап әрең сөйлеп тұрса да, Жәлелдин Кәрімханды көшеге шығарды. Кәрімхан сорлы да оның қандай жұмыспен келгенін біліп үлгергенше, арт жақтан тиген соққыдан есі ауып түсті. Қамыс арасында өз-өзіне зорға келді. Мен ұрсам бұл байғұста өліп қалатын шығар. Сендер ұрып, менің кегімді қайтарыңдар. Ана үшеуі оны әбден қинады. Жәлелдинге ұқсатып суға әбден тойғызды. Айқайлайын десе Парманқұлдың қолындағы маузерінен қорықты. Фархат Кәрімханмен қатар Жәлелдинді де өлгенше таяқтады. Ол аздай Кәрімханның аяқтарына пышақ тыққылап әбден жаралады. Осы таяқ жегендеріңді милицияға айтсаңдар, болмаса базарда, көшеде бізге тосынан шабуыл жасасаңдар, бұдан бетер азаптаймыз деп, екеуін қосақтап байлап қамыс ішіне тастап кетті. Бұл иттер ашуын басылғанда кездесті. Базарда қолға түскенде аямас едім. Жаңа олардан сұрамаппыз ғой. Бекабаның адамдарына жейтін адамды осылар тасып жүрген жоқ беген, деді Сүлеймен қамыс шетіне шыққанда. Ондайға бұлардың да қатысы бар, деді Қаратай. Онда кері бұрылып екеуінде байланған күйлері суға тастай салайық. Өлсе өлер, өлмесе жағаға шығар. Талай пәк сәбидің қанын шашып жүргендердің несіне аяймыз. Төртеуі осыған келісті де, шайлап жатқан екеуін домалатып өзенге тастады. Қол аяқтары байлаулы екеуі су ағысымен ағып кете барды. Содан бері 6 айдай уақыт өтті. Сол 1932 мешін жылының күзі жаңбырлы болды. Әдетте Ташкенде қараша айының өзі ыстық болатын. Ал осы жылы күн құрғатпай шелектеп құйған жаңбыр бір ашылмай-ақ қойды. Әр 10-15 жылда бір болатын мұндай жаңбырлы күз Ташкен жұртын әбден мезі етіп ақ тастады. Диқанның жұмысы, саудагердің базары оңды болмаған соң, көбіне осы екі нәрсені кәсіп ететін өзбек халқының көңілі қайдан көтеріле қойсын. Дегенмен Ташкендегі әр жеті сайын болатын базар тоқтап қалмайды. Бірақ жайма шуақ мамырлы күндерге қарағанда, жаңбырлы уақытта мұнда қызу сауда саттық. Қарбалас тіршілік бола қоймайды. Сүлейменге Мамажан әсті имам мешіттің жанынан бір үй әперген. Ауласы тар, төбесі пәстемесің бөлмелері кең. Фархат та Парманқұл да осында. Соңғы кезде үшеуінің жұбы жазылмады. Қайда барса да бірге. Үшеуінің үнемі бірге жүргеніне сескенді ме, әйтеуір базарда да, көшеде де ешкім тиіспеді. Тұрлыбайдың, Керімхан мен Жәлелдиннің таяқ жегеніне Бекаба жойт, кек алғысы келмегендей жым-жырт. 6 ай ішінде үшеуі қарап жатпады. Ташкенге Қазақстандағы аштық зобалаңнан ауып келген, әлі де келіп жатқан ашқұрсақ қазақтар көп. Үшеуі 6 ай бойы сол қазақтарды тойындырамыз деп тыным таппады. Оларға базар саудагерлерінен, көше-көшедегі шайхана асханалардың қожайындарынан тартып алған малдар мен ас-суларды таратып беріп, қолдарынан келгенше көмектесіп бақты. Осылайша бас ауған талай қазақ осы үшеуінің арқасында жат жерде аштан қатпай аман қалды. Кеше Фархат пен Парманқұл Қатаған төбе жаққа кеткен. Сүлеймен үйде жалғыз отырып, көрші өзбек қатын дайындап берген ауқаттан енді алдын алғаны сол еді, қақпаны біреу қатты тарсылдатты. Кебісін сүйрете шыққан Сүлеймен қақпаны аша, көздері ойнақшыған орта бойлы біреу тұр екен. Сүлеймен дәу, сіз боларсыз? Иә, мен. Өзің кімсің? Менің атым Қойсал. Шора базардағы өдімәтті адамды білесіз ғой. Сол кісі бүгін бейсенбі болғасын, базарда делдалы бар, қасапшысы бар, сондағы жұмыс істейтін барлығын, һәм тамыр таныс кісілерін шақырып, тамақ беріп Құран оқытпақшы. Сізді де келсін деп мені жіберді. Өкімет Құран оқытып құдайы беруге тиым салды деп еді ғой. Өдімәт қорықпай қалай құдай өткізбек? Ол жағын кім біледі? Бір есебі бар шығар. Сен сәл кідіре тұр, мен киініп шығайын. Үстіне жеңіл шапан іле салып сыртқа шықса, Қойсал көшеде тұрған өгіз арбасын кері бұрып қойыпты. Бүгін күндегідей емес, ауа бұлтты болып тұр.
жаңбыр жауа қоймас сірә. Қайдам Сүлеймен әка, жаңбырдың өстіп тұрып-ақ жауа салатын әдеті бар ғой. Мен байқай алмай отырмын. Тәжіксің бе, өзбексің бе? Түбіміз сонау созақтағы Тамай екен. Атамыз бай болыпты. Орыс келген кезде бар малымызбен айырылып қаламыз деп Қоджент жаққа қашыпты. Атамның да әкемнің де өлігі сол Қоджентте қалды. Жаңа өкімет орнаған соң мен қуғынға түстім. Содан тау асып Ташкентке келіп тұрақтадым. Осы жердің қазақтары неге бірің өзбек, бірің тәжік болып бара жатсыңдар өзі? Сенің түрің мен тіліңе қарап, түбіңнің қазақ екеніне ешкім сене қоймас. Кім біледі, ортамызға қарай бейімделген шығармыз. Қандай ортаны айтып отырсың деп гүж етті Сүлеймен. Әркім ортасына қарай өз ұлтын жоғалта берсе, біздің елдің Сұлтанрабат, Сайрам жерінде өзбектер неге қазақ болып кетпейді? Қайта соларға жақын отырған кейбір қазақтар өзбек болып кеткен. Неге қазақтың намысын ұстамайсыңдар өздерің? Мысалға, менің осында келгеніме 6 ай болды. Әлі бір ауыз сөзді өзбекше айтпаймын. Қоқанда 2 жыл жүргенімде де өзбектің арасында жүр екенмін деп тілімді шұбарлағаным жоқ. Екпіндей сөйлеген Сүлеймен өзін ұрып жіберер ме екен деп қорыққан қойсал, өгізді тоқтата сап секіріп жерге түсті. Ойнақшыған көздері енді мөлиіп, бұған жасқана қарап, арба шарабасына сүйенді. Неге түстің? Ойбай, сізден қорқып кеттім ғой. Түріңіз әшейіннің өзінде қорқынышты көрінеді. Жаңа екпіндеп сөйлегеніңізді бір қойып қалама деп. Сен ұрып нем бар? Тек сен сияқты қазақтардың намыссыздығын айтам да. Ата-бабаңның тілін неге бөгде тілге алмастырасың? Бір мен деймісіз, әкем де тәжікше, өзбекше сөйлеп өтті. Жалпы Әңгіранның арғы жағында қазақтардың бәрі сондай ғой. Қорқақ пен сатқындар өз ұлтының намысына тұрақсыз келеді. Ондайлар басқа ұлтқа айналғанда да батыр болмайды. Өзіңді ағалсайшы. Мен сәл қатты сөйлегенге сонша қорықтың. 7 айдың ішінде осында маған қаскөйлік жасағандар да сартқа айналған тәжік пен қазақ. Ана өдім әттіңде. Жалпы осы Ташкендегі сарттардың жарымының астамының түптері өзбек емес басқа ұлттар. Неге бұлай болатынына қайрамын. Неге тұрсын қағиып, мін арбаға. Кеттік. Содан Шора базарға жеткенше екеуі ләмдеспеді. Базар ортасындағы керуен сарай алдында ала шапан, ала топы киген адам көп. Сүлеймен арбадан түскенде танитыны бар, танымайтыны бар бәрі жапырлап келіп сәлем берді. Өдімәт қолтықтап ішке кіргізді. Керуен сарайдың төргі бөлмесінде үлкен етіп дастархан жасалыныпты. Бірақ Өдімәт Сүлейменді онда отырғызбай, төргі жақтағы кішкене бөлмеге алып кірді. Мұндағы дастархан шағындау. 5-6 кісіге ғана арналып жайылған екен. Сен Ташкеннің құрметті адамсың. Балуан, батыр жігіттер құрметті болады да. Ендеше көппен бірге отырмай сыйлы қонақтар отыратын осы жерге жайғас. Қазір мұнда өкіметтің емес, Ташкендегі базар мен шайханалардың кәтті ұлықтары келеді. Солармен танысып дастархандас болсын деп, өзіңді әдейі шақырттын деп, Өдімәт мұны төрге шығарды. Сүлейменнің артынан 4-5 адам кірді. Бәрінің жастары Сүлейменнен үлкендеу болса да, бұған ілтипатпен сәлем беріп дастархан басына жағалай жайғасты. Қызметші отырғандардың бас-басына бір-бір табақ палаудан, жеке-жеке шайнекпен шай әкелді. Қонақтар бисмилла деп тамаққа бас қойды. Өдімәт болса отырғандарды шетінен Сүлейменмен таныстырып шықты. Шынында олар Ташкеннің ұлық саудагерлері, кәтті базар басшылары екен. Сүлейменмен танысып болған әлгілер мұның сырт парқын мақтай сөз етісіп, ұзаққа оқылдасты. Саудагерлердің мадақ сөздерін естіп отырып, бұл бір табақ палау мен бір шайнек шайды тауысып та қойды. Бір кезде бас айналып маужырай бастады. Денесінің бәрін зылбатпан күш басып, қайта-қайта мүлги берді. Уа Сүлеймен әка, ыстық палау мен шайдан кейін ұйқыңыз келе бастады ма? Жүдайым көзіңіз жұмылып барады ғой, деді жаңағы бір кісі. Өдімәт қонаққа ащы етіп тағы ыстық шай әкелдір. Ұйқысын ашын, деді тағы бірі. Ұйқының бұлайша неге басып бара жатқанына таңмын. Түнде жап-жақсы ұйықтаған сияқты едім деп, Сүлеймен екінші шайнектегі шайды пияласына құйды. Шайдан басып ішіңіз. Иә, кейде адамды ұйқы айналдырып алады. Бұдан арғы сөздер құлағына күбірлеп анық естілмеді. Бір жамбасына қисайып құлап бара жатты. Содан қанша ұйықтағаны беймәлім, көзін ашса қараңғы бір жерде жатыр.
Басын біреулер сойылмен соққылап тастағандай ауыр. Тілі аузына сыймай қурап кетіпті. Қай жерде жатырмын деп тұруға ыңғайланып еді, тұра алмады. Қол-аяқтары байлаулы екен. Іштей таңырқап бұл жағдайға қалай түскенін қанша ойланса да, есіне Шора базардағы керуен сарайда шай ішіп, палау жеп отырғаннан басқа ештеңе түспеді. Жалпы Сүлеймен өмірде болатын қулық-сұмдықтарды екшеп, ой таразысына салуға дәрменсіз болатын. Иә, ол мына өмірде ылғи итжығыс түсіп жататын қаскүнемдік пен мейірімділік, сатқындық пен достық атаулының қандай жолдармен келіп жататындығын пайымдай бермейтін. Оған нағыз дос адам, өзіне сенім көрсеткен адам. Сол сенім көрсеткен адамның арғы бергісіне көз жүгіртіп, шынында осы кісі кім деген ой төңірегінде әсте ойланбайтын. Ал жау деп өзіне қарсы шыққандарды ғана есептейтін. Қысқасын айтқанда, ол өмірдегі қыбырлаған пенделердің ішкі дүниесіне үңілуді білмейтін. Бәрін бар күйінде қабылдайтын. Батыр аңғал келеді дегендей, осы аңғалдығынан ол талай рет опық жеген. Дәл қазір осы жатысының түн мәнісі неде екенін ойлаудан гөрі, мені осындай күйге түсірген бұзақының енді басын алмай қоймаспын деп кіжіне, «Ей, кім бар? Ей, бұл қай жер? Мен неге жатырмын мұнда?» деп айғайға басты. Айғайлап жатып ары-бері аунады. Екі жаққа аунағанда да қабырғаларға тез соғылды. Осыған қарап бір тар қапаста жатқанын пайымдады. Содан қанша тепсіне тыпырлап, қанша бұлғынса да жіпті үзе алмады. Сірә қаскөйлер қол-аяғымды бекен жіппен шандып тастаса керек. Бір кезде оң жақтан шиқылдап есік ашылды да, қолына шам ұстаған біреу кірді. «Кімсіңдер ей? Мен мұнда неғып жатырмын? Неге айқайлайсың сонша? Өлігіңе асығып жатсың ба?» «Оған еш асықпа. Қазір біраз нәрселерді көресің. Содан кейін аяқ-қолдарыңды бір-бірлеп шауып, қансыратып өлтіреміз». Сөйлеген адамның даусы жіп-жіңішке екен. Құлағына жағымсыз естілді. Қатынның даусында үн шығарып оттап тұрған бұл қай сұмырай? «Босат мені тезірек». «Сені босатып бізді ақымақ дейсің бе? Жұрт сені жүда күшті дейді ғой. Күшті болсаң өзіңді матаған арқанды үзіп көрші». Айтпақшы бізді қорқақ, опасыз деп айтады екенсің. Қорқақ пен опаздықты көрсетім саған. Мә, ал сыбағаңды деп әлгі Сүлейменді екі-үш тепті. Біз қорқақ, опасыз емеспіз. Сен сияқты баладай аңқау, түйедей қопал немелерді қалай қолға түсіруді білеміз. Өдімәт әкем саусағының ұшын тигізбей-ақ сені сілейтіп түсірген жоқ па? Өдімәтқа не істеппін? Оған еш жамандық қылмаған едім. Өдімәтке қылмасам бізге қылдың. Өдімәтті біздің адам. Әй, осы атам бурадай болған қазақпен несіне сөйлесіп тұрмын? Адам жегіштерді қырам депсің ғой. Көрейік қырғаныңды. Жоқ, алдымен біздің қалай адам жейтінімізді көр. Айда жігіттер, апарыңдар қасапханаға деп бұйырды, әлгі адам артына бұрылып. Сүлеймен байқамапты. Оның артында 4-5 жігіт тұр екен. Бәрі бас салып мұны есіктің сыртына дедектете сүйреді. Сүйреп әкеп жан-жағына бірнеше шырақ жаққан жап-жарық кең бөлмеге жатқызды. Пәленің сонша ауырын-ай. Осының өзін сойып жей салсақ қайтеді? Еті көп шығар. Түк еті жоқ. Денесінің бәрі сүйек. Біз ит емеспіз, сүйек кеміреді. Сүлеймен нағыз адам жейтін жөйттердің ортасына жатқанын енді білді. Білді де адам жейтіндер қандай болады екен деп оларға бажайлай қарады. Олардың кәдімгі адамнан еш айырмашылық жоқ. Бәрі кәдімгі екі аяқты пенде. Тек белдеріне түскен сақалдар ғана қораштау көрінеді. Көздері жанып тұрған анау шырақтар секілді жалт-жалт етеді. Әй, сендер адам жейтін жөйтсіңдер ме? Сенбей жатырсың ба? Қазір көресің онда. Бөлме ішіне қолдарында ақ қойдың терісінен иленіп жасалған екі-екіден сыпыра ұстаған 3 әйел кірді. Әйелдер сыпыраларын жерге жайып тастады. Содан соң сыпыра үстіне ұн шашты. Осыларды көріп жатып Сүлейменнің есіне Қарынтай айтқан әңгіме түсті. Енді соны өз көзімен көріп жатыр. Көрді дегені болмаса, бойы ызамен кекке толып іштей назаланып, өртеніп ақ жатыр. Бірақ байлаудан босана алмай, мысы құрып амалсыз шыдауда. Әлден соң сыпыра айналасына адамдар толды. Әйел еркегі бар 20 қаралы адам ұн себілген сыпыраны қоршай тұрды. Олар айнала тұрғанда Сүлейменнің бас жағынан әлдеқандай әйелдің сыңсый жылаған үні шықты. Бірақ сыңсу ұзаққа созылмады.
Екі жігіт біреуді сүйреп әкеп сыпыра үстіне лақтырып тастады. Сүлеймен қараса тура көз алдында жап-жас қыз жатыр. Қарсы алдындағы беті ары қараған қыздың қай ұлттан екенін ажырата алмады. Өзін тыржалаңаш етіп шешіндіріп тастапты. Байғұста үн жоқ, тіпті дем алысы да білінбейді. Сірә қорыққаннан талықсып кеткен тәрізді. Сүлеймен қызға қарағысы келмей көзін жұмды. Артынша селт етіп қайта ашты. Себебі нақ осы сәтте жөйттер түсініксіз тілмен өлең айта бастады. Қандай өлең айтқандары белгісіз. Әйтеуір бәрі қосылып қоймаңырап есек ақырғандай дауыс шығарып, сыпыраны айнала секіріп биледі. Өлеңдерін біраз уақыт айтты. Сонша уақыт секірді. Әлден уақытта өлеңдерінде секірулерінде тия салып, қайта дөңгеленіп тұра қалысты. Жалаң аяқ біреу сыпыра үстіндегі ұнды басып келді де, қырынан сұлап жатқан қызды шалқасынан жатқызды. Сөйтті де оның есін жидырмақ боп, жағынан шапалақпен бір-екі рет ұрды. Қыз ыңырси көзін ашты. Қайқы кірпік, қас көзі қап-қара сұлу жан екен. Жас шамасы 15-16-ларда. Шапалақтың әсерінен көзін ашқан ол, айнала жалтақ-жалтақ қарады да, ақ деп қайта талықсыды. Жанындағы жөйт аяғымен ішін басып жіберді. Түнде Бекаба жеке мұны қатын қылғанда да талып қалған. Енді мен зорлап есін жиғызайын ба? Мұндай әдемі қыздың алдымен тірі жанын иеленіп алу керек ә? Қалай қарайсыңдар? Мынадау қазақтың алдында оның үстіне қона кетейін бе деп, серіктеріне қарап жағымсыз күлкімен қақа қалады. Ей сен, еркектігіңді көрсетіп мейрамды бұзба. Тұрғыз оны орнынан. Егер тұрғыза алмасаң, екі жігіт жабылып қолтығынан көтеріңдер де, бізге жақындатып сүйреп жүріңдер. Онды қандаяқта деді біреу тұрғандардың ішінен. Қыздың жанына тағы біреу келді. Екеуі жабылып қызды қолтығынан көтеріп жағалай тұрғандарға сүйреді. Сыпыра шетіндегі кішкене бойлы бір қатын қыздың санына істік темірді сұғып алды. Ес-түссіз жатқан қыз осы кезде дауыс шығара бұлқынып кетті. Шіркін жан беру оңай ма? Жандармен бұлқынып қалғанда, анау екеуінің қолынан сытылып шықты да кері қашты. Көлденең жатқан Сүлейменнің аяғынан секіріп өткенде, бұл жақтағы бір жойд әлгінде істік темірін оның қарнына күрш сұқты. Жандалбасылаған қыз енді бері жүгірді. Бірақ айнала топталған жөйттер шетке жіберсін бе? Біреуі біз, біреуі пышақ ұрып, қызды қандала етті. Аққан сыпырадағы ұнға тамшылап жатыр. Қыз әрі-бері жүгірген сайын қан араласқан ұн қандалып, илене берді. Дәл мынадай жауыздықты көрмеген Сүлейменнің тұла бойы түршігіп, жүрегі аузына тығылды. Тоқтатыңдар деп, ол үйді басына көтере айқайлады. Тоқтатыңдар өңкей кәпірлер. Адам баласын бұлайша қорлау деген не жауыздық? Ақырған арыстанның үндей болып шыққан дауыстан селк еткен жөйттер бір сәт іркілді.